Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін мен үй жағдайында дайындалатын қол кеспе рецептімен бөлісемін. Ол үшін керек ингредиенттер ол ұн, жұмыртқа, және тұздалған су. Аталған ингредиенттерді қосып қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ та, өте қатты болмауы қажет. Қамырдың бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын. Қамыр дайын болғаннан кейін осылай қолмен илеп аламыз жайып. Оқтаумен қамырды осылайша жайып аламыз. Қамыр видеода көрсетілгендей орташа қалыңдықта болу керек. Жайылған қамырды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Дайын кесілген қамырды осылай кеспе кескіштен өткізіп аламыз. Кеспе біркелкі болып шықты. Енді үй кеспесін алдын ала дайындалған сорпада қайнату керек. Бұл сорпаға тек пияз және картоп салғам.
қайнағаннан кейін кеспе 5-10 минут бойы пісіру керек. Осы рецепт бойынша кеспе өте дәмді болып шығады. Отбасыңызға ұсынып көріңіз. Сіздерге дайындаған видео және рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.